Трансплантациядан кейінгі және диализдегі жандар арасында республикалық спартакиада өтіп жатыр. Бүгін ресми түрде ашылу салтанаты ұйымдастырылды. Қатысушылар еліміздің түкпір-түкпірінен келді. Барлығы 4 ойын түрінен сайысқа түседі. Ағзасын ауыстырған және диализде жүрген адамдар арасында спорттық сайыс өткізу 2017 жылдан бері қолға алынған. Мақсат біреу. Трансплантациядан кейін де салауатты өмір салтын сақтап, спортпен шұғылдануға болады. Сол арқылы сапалы әрі ұзақ өмір сүруге мүмкіндік жасау. Цель этих соревнований Біз осындай шара арқылы көпшілікке ағзаны ауыстырғаннан кейін толыққанды қалыпты өмір сүру мүмкін екендігін жеткізгіміз келеді. Өзгелер секілді жұмыс істеп, оқу оқып, спортпен айналысуға кедергі жоқтығын көрсеткіміз келеді. Сондай-ақ науқастарға донор болып, ағзасын берген жандарға шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Сайыскерлер үстел теннисі, волейбол, жүзу мен дарт спорт түрінен сынға түседі. Атырау, Маңғыстау, Қостанай, Ақмола, Түркістан және Абай облысынан 100-ден аса қатысушы келді. Оның ішінде 18-і ақтөбелік. Көпшілігі әлемдік додаларда бой көрсетіп үлгерген. 2015 жылы жүрек алмастыру операциясы жасалды. Содан кейін 2017 жылы Жәнібек осылай ойындар бар, әлемде ойнатылып жатыр. 30 жылдан аса ойын алып келеді шетелде. Сонда бірінші рет Испания қаласына әлемдік ойындарға барып, жүлделі бірінші орынмен қайттық. Сол бізге бір үлкен күш-жігер берді де, Ақтауда бірінші республикалық, тіпті халықаралық десек болады, өйткені Ресей елінен келді. Солай бірінші ойын басталып кетті. 4 күндік сайыс ертең қорытындыланып, үздіктер марапатталады. Үздіктерден ұлттық құрама жасақтап, халықаралық жарыстарға әзірлейтін болады. Жансая Әбдікәрім, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.